Сәлем, құрметті 7 сынып оқушысы, 96 беттегі бірінші тапсырманы орындайық. Avoiding sports injuries, спорттағы жарақаттардан құтылу, қашу деген сөз. Жаңа сөз болып бар екен бірінші тапсырмада. Joints, буындар, muscles, бұлшықеттер, ligaments, екі буынды байланыстырып тұратын қақпақша тәрізді сіңірмен қоршалған. Shoulder, иық, ankle, тобық, knee, ол тізе. Міне бірінші тапсырманы орындап қойдым. Тиісті орнына қойып, екінші тапсырма бұл да орындалынып тұр. Бос нүктенің орнына осы сөздерді қойып шықсаңдар болады. Бұл екінші тапсырманы аударып қойдым міне сендерге. Спортпен айналысу және жаттығу жасау ол қызықты, және ол сенің денсаулығыңды жақсы сақтайды. Бірақ кейде адамдар одан жарақат алып қалады. Спорт жарақаттары дененің барлық мүшесіне әсер етеді, бірақ ең көбі бұлшық етке, байланыстырушы жәнегі қақпақша секілді сіңір және буынға. Кейбір спорт түрлері дененің әртүрлі бөлігіне әсер етеді. Теннис ойыншылары иықтан проблемалары болады. Мысалы, жүгіретін адамдар тобық пен тізеден проблемасы болады деп аударып қойдым. Енді төртінші тапсырмада injuries, жарақаттар, blood flow, қанның ағысы, stiff, қатты деген сөз, pain деген ауру, бір жерін ауырып қалса pain, muscles, бұлшық ет, equipment, ол заттар, оборудование. Injuries, жарақат, ары қарай. We can avoid most problems by following this simple. Ары қарай кететін болсақ, equipment және оборудование деді, құрал жабдықтар. We can avoid most problems by following this simple guidelines дейді. Біз қарапайым ғана осындай нұсқаулықпен жүретін болсақ, көптеген проблемалардан құтыламыз дейді. Бірінші flat flow деп тұр, ағысы, қан ағысы, екінші бізде muscles, екінші сөз бұлшық ет, және үшіншісі stiff, қатты болу, жесткий, төртіншісі құрал жабдық, бесінші injuries, жарақат, алтыншысы pain дейді, боль, какой-то бір дененде бір боль болса дейді, жаттығу жасап жатқан кезде, бұл знак дейді, что сенде проблема бар, сен оны дереу тоқтат дейді. Осылай, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.